Көбі сұрап жатыр, не болды, не істейсің деп. Сіздерге бір жауап берейін. Бізді Айбек апаратын болды. Жанында Нұрлан, Жалған, бәріміз жолға шығып бара жатырмыз. Және де Дидарға жаңа хабарластым. Маргеннің өзіне звондасам, трубканы алмайды. Дидарға звондап сұрасам, айтты, магазинға шығып кеткен. Одан кейін басы жара болып, скорый алып кетті. Өзі ештеңке демеді, тек қана скорыйға отырғанда басым деп айтты деді. Біз границадан өттік. Аржан екеуміз Нұрланы күтіп тұрып, потому что Айбектің границадан өте алмайды. Проблемалар болды, kažқа кетпейтін болды. Тұлым қалдық далада. Шай ішіп, жаңағы жылынайық деп. Несі жаңылған фрагтың барын біліп болсын просто. Айтпадыңыз, несін айтпадыңыз? Жоқ, ешіңе. Точно? Конечно, жон. Айтпады соны. Сенің. Осылай болу керек негізі. Өмірде осылай болу керек. Жылатпаймын деп айт. Жақсы болсын бізге де. Нет, мен саған айтып отпаймын. Ең последнйлерін шолсын. Иә. Мен арттарында жүрмін. Это вот актриса. Кошмар, кошмар. Вообще саған сенбеймін енді, саған да сенбеймін, екеуіңе де. Это Гена заставил, честное слово. Қалай? А так у меня женская солидарность бар. Ну, өтпеуші да, Франк. Жырма, қандай әдемі. Құрсын. Айбекпен келатым, Айбек қайда деген сұрақ, бәрі сұрақ. Сені кейінді тұтамас, сен мені тұтамассың, Айбекті тұтамас. Айбек байқұс бетіп тұрғанда қалжыңдаймын, Айбек келатыр, біз неге аллокация бәрін жіберіп қойдық. Просто кішкене музейде тұрып қалдым.